Шоколадный жемістерді үй жағдайында тез арада жасауды үйренеміз. Ең алдымен бізге осындай стакан керек, және шоколад керек, және жемістер керек. Видеоны соңына дейін көріп, видеоға лайк басып, бізге тіркеліп алыңыздар. Алдымен осындай плиточный шоколад керек, оны қайнап тұрған суға салып, ертетін боламыз. Оғанға дейін біз жәнегі жемістерді жақсылап отырып жуып, міне осылайынан етіп турап шығамыз. Әртүрлі жемістерді қосып, өз қалауыңызша жасауыңызға болады. Не болмаса, тек клубникамен де жасасаңыз да болады. Мен барлық үйде бар жемістерді дәл видеодағыдай етіп турап шықтым. Алманы да қосып жібердім. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Барлығын турап алғаннан кейін дәл осылай стаканымызға саламыз. Мен 3 стакан жемістерден дайындадым. Енді 1 стакан клубникам бар, қазір сонда қосамын. Міне клубниканы бөлек 1 стакан істедім, және араласқан жемістермен жасадым. Енді жәнегі еріп тұрған шоколадымызды аздап қиып жіберіп, дәл осылайынан етіп, ішіне ағызамыз. Не көріп тұрсыздар, шоколадымыз біткенше барлығына бөліп құйып шықтым. Енді осыны араластырсаңыздар да болады. Вилкаларыңызбен, не болмаса жеген кезде де араластырып жіберуге болады. Міне менде осындай 3 стакан шықты. Өте тез арада жасалады, және балаларға, өзімізге де тез желініп кететін тәтті жемістердің бірі. Сіз де дәл осылай етіп жасап шығыңыз, рецептпен бөлісетін боламын.